Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Каналыма қош келдіңіздер. Достар, әлемде 27 қабаттан тұратын жеке ұшақтың қозғалысын бақылайтын 1 миллиард долларға бағаланған үй бар десем сенесіз ба? Я, достар, бүгін әлемдегі ең қымбат топ 10 үй туралы құнды әрі қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. 10-шы орын. Mail.ru мен Global компаниясының ортақ иеленушісі Юрий Мильпердің Лос-Альтос Хиллис қаласында орналасқан үйі. Құны әртүрлі дерек көздерге сәйкес 75-100 миллион долларды құрайтын үй. Үйде 5 жатын бөлме, 9 жуынатын бөлме, үй кинотеатры және жаттығу залы бар. 9-шы орын. Флорида штатында орналасқан құны 100 миллион доллар тұратын үй. 2004 жылы Дональд Трамп 41 миллион долларға сатып алып, 4 жылдан кейін Уралкали директорлар кеңесінің төрағасы Дмитрий Рыболовлевке 100 миллион долларға сатып жібереді. Үйде 18 жатын бөлме, 22 жуынатын бөлме, 48 көлікке арналған гараж бар. 8-ші орында Фьюр Лейс жеке жайы. Құны 125 миллион доллар тұратын зәулім үйден 15 бөлме бар. Есімін жасырын қалдырған үйдің қожайыны оны айына 400 мың долларға жалға беруді жоспарлап отыр. Мәрмәрмен, алтын жалатылған дуалдармен, сәнді бөлмелермен сирек кездесетін кітаптарға толы жеке кітапхана үйді ерекше құнды ете түседі. 7-ші орын. Америкалық продюсер Аарон Спеллинг үйі. Құны 150 миллион доллар тұратын үйде 100 көлікке арналған гараж мен тіпті сыйлық қаптайтын бөлмесі бар. Үй көздің жауын алады. 6-шы орын. Элиталық жеке жайдың иелері Тим мен Эдра Бликсектің үйі. Құны 155 миллион доллар, 64 гектар жері. 8 жатын бөлме және 10 жуынатын бөлмесі бар. 5-ші орын. Украинаның бұрынғы президентінің қызы Елена Франчукқа тиесілі үй. Құны 161 миллион доллар тұратын үйде 10 жататын бөлме, жер асты бассейн, үй кинотеатры және жеке бункері бар. 4-ші орын. Хиарс сарайы. Құны 165 миллион доллар тұратын үйде 3 бассейн, 29 жататын бөлме және үй кинотеатры бар. Зәулім үйде кезінде Крестный отец фильмі түсірілген. 3-ші орын. Файлфилд жеке жайы. Құны 198 миллион доллар тұратын үйде баскетбол алаңы, боулинг бөлмесі, 150 мың долларлық жакузи бар. 2-ші орын. Леопольд II сарайы. Сарайды Бельгия патшасы Леопольд II 1902 жылы әйелі Каролина Лонураға салған. Бүгінде оның құны 736 миллион долларды қамтиды. Вилланың бұрынғы иесі банкир миллиардер Эдмонд Сафра. 2008 жылы вилланы ресейлік миллиардер Михаил Прохоров сатып алмақ болады. Алайда дағдарыс салдарынан ол бұл ойыннан айнып қалады. 1-ші орын. Арабия теңіз маңында орналасқан 27 қабаттық үй. Үйдің иесі Үндістандағы және әлемдегі ең бай адамдардың бірі Мукеш Алебани. Құны 1 миллиард доллар. Үйдің жеке тік ұшақ қонатын алаңы, әуе қозғалысын басқару орталығы, бассейн, кинотеатр, 6 деңгейлі автотұрағы мен ойын сауық орталығы бар. Достар, ақпараттар сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды сұраймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.